сабағымыздың тақырыбы қазақстандықтардың ұлы отан соғысындағы ерліктері. Яғни өткенде алдыңғы сабағымыздың тақырыбын жалғастырамыз. Ең алдымен бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып кетейік. Біріншіден ол соғыстың алғашқы жылдарындағы қазақстандықтардың соғысқа қатысуы, Мәскеу үшін шайқасы, содан кейін Сталинград майданы, содан кейінгі қазақстандықтардың жалпы ерлігіне тоқталатын боламыз. Ең алдымен алдыңғы сабағымызды еске түсіріп алсақ, біз білетіндей ұлы отан соғысы қашан басталады? 1941 жылдың күзінде басталады. Күзінде емес, кім айтады? 22 шілдеде басталады. Кімдер қатысатынын естеріңізде бар ғой? КСРО бір тараптан, екінші тараптан бізде Германия Барбаросса жоспары бойынша, яғни КСРО-ға соғыс жарияланбай шабуыл жасайды. Енді алдыңғы үй тапсырмасына тоқталып кетейік, сабағымыздың. Екі топқа топтық тапсырма берілген болатын. Бірінші топқа Мәшік Мәметова туралы, екінші топқа Әлия Молдағұлова туралы айтуы. Кім айтады, қай топ бастайды? Дәйсіздер ме? Әлия Молдағұлова туралы. Аяғыл. Әлия Нұрмахамбет қызы Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауылында дүниеге келген. Ол өзінің ата-анасынан ерте айырылады және де өзінің ағасы Әубәкірдің қолында өседі. Өзінің ағасының жұмысына байланысты ол Ленинградқа 1941 жылы көшеді. Және де өз еркімен соғысқа сұранады. Және де ол соғысқа сұранғаннан кейін 1943 жылы тамызда түсіп, 54-ші атқыштар бригадасында болады. Және де сол арқылы соғысқа аттанып, өзінің елін қорғауда өзінің өмірін беріп, елімізді қорғайды. Батыр қызы болған, қазақтың батыр қызы. Жақсы. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Топ бойынша? Жақсы, яғни кеңес одағының батыр берілген. Жақсы. Келесі екінші топ дайынсыздарыңыз Мәшік Мәметова толғанай. Мәшік Мәметова негізі 1922 жылы Орда ауданы Орал қаласында дүниеге келген. Оның негізгі шынайы есімі Мәнсия болып аталады. Оны анасы Моншағым деп еркелеткен. Содан оған тілі келмей, Мәнсияға тілі келмей, Мәншік деп аталып кеткен. Және де ол осы Ұлы отан соғысында өз ерлігімен көзге түскен қыздардың бірі болып саналады. Және де ол осы майданға өз еркімен келген болатын. Және де ол өзінің туыстарына хат жазады. Яғни мен осы соғыста білгір мерген емеспін, бірақ өз елім үшін ештеңеден тайынбаймын. Жақсы, жақсы. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Мысалдарының батыр атағы берілді. Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Болды, сонымен Барбаросса жоспарының мақсаты қандай болды? Біз айтқан болатынбыз, кімнің есінде бар? Барбаросса жоспарының мақсаты. Оның негізгі идеясы КСРО-ға шабуыл жасау. Қай кезеңде оны толығын жаулап аламыз деп ойлады? Олар 41 жылғы сол жоспарды қойды. Сосын оны қыста сол жерді жаулап аламыз деген ой болады. Бірақ сол соғыс 45 жылға дейін 5 жылға созылып кетеді, немістердің жоспары бойынша. Осы жоспар құпия атауы, сол жоспардың құпия атауы Барбаросса жоспары бойынша 41 жылдың күзінде біз соғысты толығымен КСРО елін басып аламыз деп ойлаған. КСРО-ны біз білетініміздей 15 мемлекеттен тұрған болатын сол кезде. Жалпы ұлы отан соғысын басталған кезеңіне тоқталды, қашан басталған. Енді қазақстандықтардың ұлы отан соғысына қатысуы. Бізде қазақстандықтар ұлы отан соғысына алғашқы күндерден бастап қатысады. Сонымен бүгінгі тақырыпқа өтетін болсақ, қазақстандықтардың ұлы отан соғысындағы өшпес ерлігіне тоқталамыз. Негізгі алғашқы күннен қатысты деп айтты. Ең алғашында бізде шекарада жұмыс істейтін әскерлер мен тұрақты әскерлер қатысқан. Одан кейін бізде халықтың қарапайым адамдар өз еркімен соғысқа қатысуға өз еріктерін білдіреді. Негізгі майдандарға, шайқастарға тоқталып кететін болсақ,
Бұл жерде бізде негізгі майдандар Мәскеу үшін шайқасқа қатысады, Ленинград үшін шайқасқа қатысады, иә? Содан кейін Сталинград үшін шайқасқа қатысады. Біз Ленинград шайқасы үшін шайқасын өткен болатынбыз, иә? Ленинградты қорғау. Яғни осы Ленинградтағы соғысып жатқан әскерлердің рухын көтеру үшін бізде Жамбыл Жабаевтың өлеңі бар, иә? Ал енді осы бүгінгі тақырып бойынша біз тапсырма орындаймыз, иә? Топтық жұмыс. Яғни бізде бұл викторина, барлықтарыңыз білесіз, иә? Категория бойынша таңдайсыздар, тұлғалар, қалалар, стандар. Осы тақырыпқа қатысты. Сосын ұпай бойынша 10 ұпай жеңіл сұрақты, 20 орташа, 40 ұпай қиын сұрақты. Түсінікті ғой, иә? Қай топ бастайды? Ақылдасып. Тұлғалар 20, иә? Так, тұлғалар 20-ны таңдап жатыр екен. Барлықтарыңыз қараңыз. Бізде тұлғалар 20. Екінші топ тыныш отырамыз, иә? Тек қана бірінші топ жауап берді. Сұрақты оқысаңыздар болады. Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысқан 316-шы атқыштар дивизиясының қолбасшысы кім? Кім біледі? Ақылдасып болады. Жауап бар ма? Жауап. Бірінші топ жауап бар ма? Панфилов дейсіздер, иә? Екінші топ сіздерде де жауап бар ма? Егер дұрыс болмаса? Панфилов, иә. Так, қазір дұрыс жауабын қараймыз. Иә, көріп сай, Панфилов, иә? Бізде алматылық 316-шы атқыштар дивизиясының басшысы болған. Екінші топ, қай категорияны қандай ұпайды таңдайсыздар? Тұлғалар 40, иә? Дереу бұлай қиыннан бастайды дейміз, иә? Бородино селосында неміс бөлімінің штабына басып кіріп, 5 неміс офицерінің көзін жойған кім? Біздің қазақ батырымыз. Жауап бар ма? Сөйлеміз. Жауап. Екінші топ бар ма жауап? Бірінші топ сіздерде жоқ па жауап? Сұлтан Баймағамбетов дейсіздер. Ал екінші топ сіздерде жауап бар ма? Сұлтан Баймағамбетов деп ойлайсыздар. Қазір дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабы Төлеген Тоқтаров. Ұпай ешкімге бармайды. Так, келесі. Қалалар 10, иә? Қай қала үшін шайқас 900 күнге созылды? Ленинград қаласы үшін. Ленинград қаласы үшін. Стандар 10. Жақсы. Жыл не болды? 900. Ленинград шайқасы. Ленинград толығымен қалай болады? Ленинград шайқасы сол 900 күнге созылған болады. Қазір дұрыс жауабын қарайық. Ленинград үшін шайқас созылған күн 9 жақсы, 10 ұпай екінші топта. Бірінші топ. Қалалар 40. Жақсы. Қарайыз. 1942 жылдың 17 шілдесінен 1943 жылдың 2 ақпанына дейін қай қала үшін шайқас жүргізілді? Қай қала үшін? Аяу? Қандай жоқ? Мәскеу. Қазір қараймыз. Сталинград. Бірінші топ. Қалалар 20 дейсіздер ғой. Қараймыз. 28 панфиловшылар қай қала үшін шайқаста ерлігімен атағы шықты? 28 панфиловшылар. Жауап бар ма? Бірінші топ. 28 панфиловшылар қай қала үшін соғысады?
Бар ма? Айол. Ага. Сталинград. Сталинград дейсіздер ғой, иә? Байсекова дейсіздер. Қараймыз. Дұрыс жауабы Мәскеу қаласы үшін. Тұлғалар 10 дейсіздер ғой, иә? Әлия Молдағұлова майданда кім болып соғысты? Жауап бар ма? Қандай жауап? Кубраский. Снайпер дейсіздер, иә? Снайпер бізде қазақша мерген болады, иә? 20. Наусан. Бұл сол екінші соғыс кезінде қазақтардың соғыс кезіндегі қазақтардың не саны. Иә. Өмір қара. Сонымен дұрыс жауабын қараймыз. Қайтыс болғандар. Кеңес әскері қатарындағы қазақстандықтардың саны, иә, жалпы соғыс басталған кезде саны жақсы. Келесі топ бізде бірінші топқа, иә, соңғы ұпай 700 мың деген. Бірінші топ жауап бар ма? 700 мың. Еңбек жауынгері. Жоқ, апай жоқ. 700 мың адам Қайсысы Мобилизацияланды. Иә, қайда? Аскерге Еңбек армиясына мобилизацияланды. жаппай қара жұмысқа алғандар. Әскермен қарады. Еңбек армиясы мен құрылыс бөлімдеріне мобилизацияланған, яғни әскерге алынған. Еңбек жауынгерлері деген дұрыс Айжан айтқанында, иә? Жақсы. Сонымен 40 ұпай. Так, ұпайларыңызды сабақтың соңында айтамыз, иә? Так, енді бізде жазбаша тапсырма болады, дәптерлеріңізді алыңыздар. Мен сіздерге қазір сөздерді жазам, сол сөздердің анықтамасын жасайсыздар. Жазып болсаңыздар, үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасына жалпы осы қазақстандықтар, Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақстандықтардың ерлігі туралы баяндама жасайсыздар. Түсінікті ғой, иә? Бір тұлғаны алсаңыздар болады. Бауыржан Момышұлы, немесе Төлеген Тоқтаров, Талғат Бекелдинов, немесе барлығын жалпы алсаңыздар болады. Түсінікті ғой тапсырма, иә? Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.